31 мамыр Қазақстан үшін ерекше аталынып өтетін қаралы дата. 31 мамыр ашаршылық және репрессия құрбандарын еске алу күні деп белгілеп, 1997 жылы елбасымыз жарлыққа қол қойған. Біз бұл күнді қаралы дата деп атап өтіп, оңай айта салғанымызбен, оның түбінде үлкен қайғы қасірет жатыр. Әрбір қазақтың баласы осы қайғы қасіретті ұмытпауы керек. Тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, ашаршылық қазақ даласында 1929 жылы бірінші рет болып, кейін 1932 жылы қайталанған. Бірінші ашаршылықта бірнеше миллион халық қырылған болса, екіншісіде одан да көп халық аштықтан көз жұмды. Ал қырылғаннан қалғандары жан сақтау мақсатында басқа елдерге босқын тозып кетті. Бұның барлығы қазақ даласында жасалған қиянат болатын. Әрине, ашаршылық сол кезде жалғыз болған жоқ. Қазақта жұрт жет ағайынды деген сөз бар. Оған 1937 жылғы репрессия келіп қосылды. Бүгін біз қонаққа сол зобалаң жылдары қуғын-сүргінге ұшыраған құрбандардың ұрпақтарын шақырып отырмыз. Беғазан Байжұма Намазбайұлдарының немересі Аңсаған апайымыз бен Зұлпыхар Тынбайұлының немересі Альмира Сақышық қызына сөз береміз. Менің атам Тынбаев Зұлпыхар 1874 жылы туған екен. Ол кісі 1937 жылы қуғын-сүргін уақытында халық жауы деген атпен алып кеткенде Байқұлақ деп сондай немен алып кетіпті. Сол кезде артында екі ұлы, екі қызы қалыпты да менің әкем іште қалған бала екен. Сода менің әкеме шешесі босанғаннан кейін халық жауының әйелі деп қудалап, содан жас баламенен апамыздың аты Қайшатай болады. Сол кісі баласы өзі балалы шағалы жас баламенен жүріп, баласын 3 айлық баланы өзімен бірге туған сіңілісіне беріпті. Содан менің әкемді сіңілісі өсіріп, Бейбіш деген кісі күйеуі Бекмұхамбет Төлеубай деген ата болды. Сол кісілер өсіріп жатқанда менің әкемді бірінші классқа апарып, менің әкемнің аты жөні Тынбаев Сарқытбек Зұлпыхарұлы аты жөні. 37 жыл туған. Содан менің әкем бірінші классқа апарғанда халық жауының баласы деп алмай, сосын алмай қойғаннан кейін өсіріп жеткізіп отырған әкесі Бекмұхамбет Сақыш Төлеубайұлы деп басқа өзінің аты жөнін беріп, қайтадан мектепке орыс класының оқуға беріпті. Сартерек Теректі ауылында бұрынғы. Сол кезде менің әкем 1-ші класстан 8-ші классқа дейін сол өзінің асырап жеткізген әке-шешесінің қолында болып, сол жерден отау құрып, сол үйленіп, балалы шағалы болды. Әкем сол әкесін іздеп жазғанымызда әкесі халық жауының атынан 63 жылы маусым айының 26-сында ақталыпты. Мен Байжұманова Аңсаған Заманбек қызы 1959 жылы Дайыр ауылында дүниеге келгем. Менің әкем Байжұманов Заманбек, о кісі Ұлы Отан соғысында болған о кісі, содан жараланып, инвалид болып оралып, осы Дайыр ауылында өмірінің соңында дүниеден өтті. Енді сол әкемнің әкесі Беғазанұлы
Байжұма қуғын сүргін құрбаны болған адам. Әкемнің ағасы Байжұманов Қалибек, ол кісі де қуғын сүргін құрбаны болып, осы Семей түрмесіне айдалған. Беғазанұлы Байжұма атамыз халық жауы деп ұсталғанға дейін осы бүкіл қазақтарды қорған боп, бүркітімен бүкіл ауылды асырап, сөйтіп өмір сүрген адамдар. Соны халық жауы деп ұстап әкетіп, сол түрмеде ол кісілер сол жақта халық жауы деп қалды. Қазір ол кісілердің зираты да бәрі белгісіз. Сол енді Байжұма атамыздың осы ертіс бойында жотасы болған, бүркіт ұстап, саят құрған, сондай сал сері болған ол кісі. Қазірге дейін сол мекені сол ертістің бойында Байжұманың жотасы бар. Әкемнің ағасы Қалибек те сол халық жауы деп сол Семей түрмесінде қалған. Ол кісі сондай әнші, күйші, сондай сері адам болыпты. Менің атам үлкен ұлы Қалибек екеуі 93 жылы ақталып, сондай үкім шыққан. Ол кісілердің құжаттары бәрі архивте сақтаулы. Мен де сіздерге бүгін ауылдасымыз Қасайын Ілгекбаев ата туралы біраз мәлімет берсем деп ем. Қасайын Ілгекбаев 1903 жылы Зайсан ауданы Қараертіс бойында дүниеге келіп, 1993 жылы ақпан айында Дайыр ауылында қайтыс болды. Бұл кісінің өмір жолы өте күрделі. Руы 9, серғара. Әкесі Ілгекбай аса бай адам болғанмен, өзінің пысықтығы арқасында ауылдағы алдыңғы қатарлы отбасылардың бірі болған. 1913 жылы Ілгекбай баласы Қасайынды Зайсан қаласындағы мешіт жанынан ашылған діни медресеге оқуға береді. Ол осы медреседен хат танып, діни білім алады. Қасайын молда кеңес үкіметі органға деген балаларға діни дәріс беріп, жұмысына белсене араласады. Қолынан іс келетін беделі барынша артып келе, қазан төңкерісінен кейін үкімет жатқан азаматты көре алмаған біреулер Рашков ауылында қонып жатқан солдаттың атын ұрлады деп, сол кездегі шаш алба десе бас алатын НКВД қызметкері Қарсбек Абдрахманов арқылы жазықсыз түрмеге жаптырады. Сөйтіп, солақай саясаттың кесірінен 10 жылға бас бостандығынан айырылып, ең алдымен Қарағанды жерінде мал бағып, одан кейін Беломор Балтық каналын салуға апарады. Қасайын Ілгекбайұлы сол жерде жүріп, өзінің жазықсыз сотталғандығын айтып, жоғары сотқа шағымданады. Жоғары сот қылмыстық істі тексеріп, дәлелсіз сотталған деп айғақтайды. Сөйтіп, 7 жыл абақтың ащы дәмін татқан азамат 1941 жылы мамыр айында туған жеріне оралады. Өзі жазықсыз айдалып кеткенде, шиеттей 2 баласымен артында қалған жарына енді қосылдым ба деген Қасайынның үміті ақталмай, соғыс өрті қайта шарпыды. Арада 1 ай өткен соң майданға алынып, Ставрополь өлкесінде тұтқынға түседі. Біраз уақыт ұстағаннан кейін тұтқындарды Польша жеріне жөнелтеді. Бір күні мұсылманбыз деген тұтқындарды лагерь алаңына жинап, Мұстафа Шоқаймен кездестіреді. Қасайын Ілгекбайұлы Мұстафа Шоқаймен бетпе-бет сөйлесіп, Түркістан легионына қабылданып, 511 батальонның молдасы болып тағайындалады. Қорлық зорлықтан, аштан өлген мұсылмандардың жаназасын шығарып, арулап, жерлеп, мұсылман дәстүрлерін қолдан келгенше іске асырған. 1945 жылы Ұлы Отан соғысы аяқталған соң елге оралып, бейбіт жұмысқа араласады. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа бармай, соғыста немісте тұтқында болғансың деген айып тағылады. Соғыста концлагерде көрген азабы аздай, 1950 жылы қуғын сүргінге ілінеді. Бұл жолы отанын сатқан деген жаламен 25 жылға сотталады. Кейін бұл мерзім Түркістан әскери округі прокурорының наразылығы негізінде Түркістан легионында болса дағы өз отандастарына, партизандарға қарсы оқ атпаған үшін 10 жыл мерзімге қысқартылады.
1950 жылдан 1955 жылға дейін Сібірдің суық аязына төзе жүріп, Иркутск түрмесінде өмірін өткізеді. Өмір бойы қуғын сүргінде, соғыста, түрмеде болып, елге қайтып оралғаннан кейін Кендірлік кеңшарында жұмыс істейді. Туған жеріне, өз еліне келген соң, Алланың ақ жолы ислам парыздарын жүзеге асырған үшін талай-талай ауыр сөздер естиді. Осының бәріне төзіп шығады. Ол арабша көп оқыған, шын ниетмен Алла жолына берілгендігін дәлелдеп, 90 жасқа келіп өмірден өтті. Тоталитарлық жүйенің диірменіне түсіп, өзгеше ойлағаны үшін кінәсіз сотталып, туған жерлерінен аяусыз айдалып, ГУЛАГ түрмелерінде жазықсыз мыңдаған адамдар көз жұмды. Осы халық жаулары науқаны басталар алдында Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің сайлауына орай даярлық жүріп жатады. Депутаттыққа ұсынылған адамның әкесінің аты Савельевич екен. Үгітшілер осы есімді ауыл адамдарының құлағына құяды. Бір ауылда жасы жеткен ақсақ кемпір бар екен. Сол кісіден кімге дауыс бересіз дегенде, тілі келмеген қарт ана сволочқа дауыс беремін депті. Әлгі жарымжан кемпірді тұтқындап, халық жауы ретінде алып кеткен екен. Енді бір жігіт қылмыс жасап, сот болып жатады. Сол кезде әлгі тентектің әкесіне сөз беріледі. Қария шын пейілімен кейіп, әй балам, алды-артыңды ойламайсың, тыныш жүрмейсің, заман қиын, байқап жүр дедім емес пе саған депті. Ақсақалды заман қиын деген сөзі үшін халық жауы деп соттап жіберіпті. Көкжыра ауылының тумасы, қуғын сүргін оқиғасының куәсі Жұмажан Құрымбайұлы 1896 жылы Қарертіс болысының Ағрал ауылында дүниеге келген. Бұл кісі арабша, латынша оқыған, орыс тілін меңгерген, сауаттылығының арқасында алғаш орнаған кеңес дәуірінде ел басқарып қызмет істеген. Жас кезінде қара сөздің шебері, ел мақтаған ақын болыпты. Зайсанда қызмет істеген қазақтың тұңғыш режиссері Жұмат Шанинмен бір жүргенде ол кісіден қазақта ауыз өлеңнің дүлдүлі Иса, жазба өлеңнің дүлдүлі сенсің Жұмажан деген баға алған екен. Жарқырап жас кезінде елге танымал болғанымен оның өмірі күңіреніспен өтті. 1932 жылы Қытайға өткелі жатыр, молда болып жүр деген жаламен Құрымбай ұрпақтары ұсталып түрмеге қамалады. Інісі Ғабдылрақым басына түскен азаптан түрмеде қайтыс болады. Жұмажан 15 жылға сотталып, одан шыққаннан кейін ғана туған еліне оралады. Ол кісінің түрмеде көргені, одан тірі қайтқаны адам сенерлікте емес, өте қиын болыпты. Ауасы ылғалды суық Сібірде жүргенде барлық тісінен айырылып, қатты ауруға шалдыққан. Бірде сең үстінде мұзда қалып барлық адам суықтан үсіп қырылғанда, екі-ақ адам тірі қалған екен. Сөйтіп өлім мен өмір арасында жүріп, талай азапты көріп, 88 жыл ғұмыр жасап, 1984 жылы қайтыс болды. Осынша көрген азаптың әсері болар, еліне келгеннен кейін өзін тұйғыстап, көп сыр беріп ашылмады. Қорғаншақ күй кешіпті. Бұл кісінің діни оқуы өте тереңдігінде, түрмеде жүріп жазған діни дастаны куә болады. Молдалықты алғаш кезде жасырын жағдайда өткізді. Және де бұл кісі қазақ тарихын жақсы білген шежіреші екен. Кезінде ешкім назар салып ден қоймағандықтан, көптеген асыл қазына өзімен бірге кетіпті. Жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау, заңсыз қудаланған азаматтардың құқығын қалпына келтіру жұмыстары қанша уақыт өтсе де тоқталмауы тиіс. Сонымен қатар, ол еске түскенде ғана атқаратын науқаншылдық жұмыста болмау керек. Ол жыл бойына тынымсыз атқарылатын жұмыстар қатарында болу керек. 50 жылда ел жаңа дегендей, еліміз тәуелсіздік туын тігіп, жаңа ғасыр есігін тарих кеңістігіндегі рухани құндылықтарымызды зерделеумен сараптап, салмақтаумен ашқанымыз ұрпақ еншісіне тиер үлкен іс.